Баршаңызға сәлем. Есімім Гүлфия Чинтемирова. Осы каналымда пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін осы видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі видеода мен конкуренттерді қалай зерттеу керектігін айтамын. Бұл видео көбіне таргетологтарға өте пайдалы болады. Ал енді бастайық. Міне, Google-ға кіреміз. Facebook'ты алып тастайық. Осы жерде библиотека рекламы Facebook деп жазамыз. Міне, ең бірінші библиотека рекламы деп шықты. Үстін басып кірейік. Міне, осы библиотекада сіз кез келген өзіңізге керекті затты, жарнаманы тауып алып зерттей аласыздар. Міне, мына жерде библиотека деп тұр. Қараңыздар, поиск рекламы. Қазақстан деп тұрған жерде өзіңізге керек мемлекет таңдап алсаңыз болады. Тек Қазақстанда ғана емес, өте көп мемлекеттер бұл жерде көрсетілген. Енді мен Қазақстанды қалдырайын. Категория реклама деген жерде все объявления дегенді ғана таңдайсыздар. Содан кейін поиск деген жерге жазылып тұр. Міне, кілт сөздер бойынша немесе жарнама берушінің аты жөнін жазу арқылы рекламаны көруге болады. Instagram парақшаның атын жазсаңыздар да болады, немесе нақты сізге қандай жарнама керек, соны жазсаңыздар болады. Мысал, детская одежда деп жазайық. Детская одежда. Міне, көрдіңіздер ме, мына жерде бізде жарнама берушілерді шығарып тұр. Үшіншісіне кірейік. Міне, бизнес парақшасы. Осы жерде Instagram парақшасы да көрсетілген. Міне, яғни Instagram парақшасы арқылы жарнама жіберілген. Енді қараңыздар, дәл қазіргі уақытта 2 жарнама жіберіліп тұр екен осы бизнес парақша арқылы. Міне. Міне, 2 жарнама жіберіліп тұр. 2 жарнама 15 қаңтар және 14 қаңтар күні жіберіліпті. Яғни 1 күн, 2 күн болған. Платформа тек Instagramға ғана жіберілген. Яғни Instagram платформасында ғана осы жарнамалар көрсетіледі. Сіздер өздеріңізге қажетті жарнаманы тауып алғаннан кейін, мысалы, видео тұр, видеосын көрсеңіздер болады. Всем добрый день, Міне, видеосын қарасаңыздар болады. Сонымен қатар тексті оқып, өздеріңізге идея алсаңыздар болады. Және қараңыздар, активно деп тұрған жерде дәл қазіргі уақытта жүріп тұрған жарнама. Және показ начат деп тұр, қай уақыттан бастап жарнама жүрген. Егер жарнама, мысалы, 3-4 күн бұрын басталса, бұл жарнамадан пайда келіп жатыр деген сөз. Сондықтан жарнаманы өшірмеген. Сондықтан сол жағына мән беріңіздер. Екінші жарнамада міне видео екен. Енді қазір шығайық. Енді басқа бір жарнаманы көрген. Мен мысалы көбінесе YouTube деп YouTube'ты көрем. Қазір мен жарнамаларымда шығуы мүмкін. Міне, YouTube деп басқан кезде 40 жарнама шықты. Міне, көрдіңіздер ме? Мына жерде фильтр бар. Осы фильтрға басып, өздеріңіз барлығын таңдап алсаңыздар болады. Міне, платформа деген жерде міне. Қай платформада сізде жарнама керек, соны таңдайсыздар. Енді көбінесе, все платформы деп тұр. Көбінесе таргетологтар жарнаманы Instagram платформасында ғана жібереді. Сондықтан көбінесе мен ештеңеге тиіспеймін. Содан кейін міне, все типы медиа файлы деп тұр. Осы жерде өздеріңізге керекті медиа файлды таңдап алсаңыздар болады. Сурет, видео, міне, мемы деп тұр, Міне, осы фильтр жасаңыздар болады. Және уақытын таңдап алсаңыздар болады. Қай уақыт аралығында сізге белгілі бір жарнама керек. Енді бұл фильтрді мен қолданбаймын. Тек сіздерге көрсеткім келген. Міне, YouTube бойынша, яғни бұл жерде YouTube деп жазған кезде нақты YouTube каналдарды ғана көрсетпейді. YouTube деген сөз бар. Мысалы, YouTube деген сөз бар. Бизнес парақша болуы мүмкін, немесе Instagram парақша болуы мүмкін, немесе жай тексті YouTube деген сөз болуы мүмкін. Сол жарнамаларды шығарып береді. Міне, YouTube канал деген менің бизнес парақшам бар. Менің жарнамам шығып тұр, Яғни бұл жерде мен постты жібергенмін, яғни басқа оқырмандарға пайдалы болатын шығар деп, кейде
осылай жарнама жіберемін. Немесе өзімнің YouTube курсыма сатылым ашатын кезде де осылай жарнама жіберемін. Яғни мені жақсырақ тану мақсатында осындай жарнамалар кетеді менде. Міне мен жарнамам шығып тұр. Мен өзімнің YouTube курсымды өткіземін. Сол YouTube курсыма байланысты осылай жарнамалар жіберіп тұрамын. Міне. Көрдіңіздер ме? Осылай кез келген жарнамаларды көріп, конкуренттерді жан-жақты зерттеуге болады. Видеоларын көрсеңіздер болады, міне, суреттерін көрсеңіздер болады. Бірақ енді бұл жерде ештеңені жүктеп алуға болмайды. Себебі ол басқа адамның жіберген жарнамасы және еңбегі. Тек бұл жерде өздеріңізге идея алу мақсатында ғана. Міне. Бүгінгі видеода көрсетілген Фейсбуктың кітапханасы түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни конкуренттерді осы жолмен тексерсеңіздер болады. Егер видео сіздерге ұнаса, пайдалы болса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және комментарийда тағы да қандай тақырыптарда видео күтесіздер. Сол бойынша өз тақырыптарыңызды жазсаңыздар болады. Мен бұйыртса сол тақырыптар бойынша видео түсіретін боламын. Баршаңызға рахмет.